Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, менің есімім Мәселхан, және бұл Skills Academy-дің сіздерге ұсынып отырған магистратураға дайындық курсы. Бүгін біздің бірінші тақырыбымыз, және біз осы курсты Present Simple тақырыбынан бастаймыз. Өздеріңіз білетіндей, Present Simple деген ол жай осы шақ. Ағылшын тілінде біз Present Simple'ды күнделікті қайталанатын дағдылы іс-әрекеттер туралы сөйлесу үшін қолданамыз, немесе фактілерді айтатын кезде Present Simple шағын қолданамыз. Болымды сөйлемдердің жасалуы. Болымды сөйлемде I, you, we, they болған кезде біз тек етістіктің негізгі формасын ғана қоямыз, және біздің сөйлеміміз дайын. Ал егер he, she, it қолданатын болсақ, сөйлемде онда етістіктің соңына бізге s жалғауын қосу керек болады міндетті түрде. Қазір орфография туралы сөйлесейік. Егер де сіздің негізгі етістігіңіздің соңында s, x, o, sh немесе ch дыбыстары келетін болса, онда біз етістікке es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, miss, mrs, search, searches. Егер де сөздің соңында дауыссыз дыбыс және y келетін болса, онда біз s жалғамас бұрын y-ды I әрпіне өзгертуіміз керек болады. Мысалы, carry, carries, study, studies. Бірақ сөздің соңында дауысты және y келетін болса, онда біз ештеңені өзгертпей тек қана s жалғайтын боламыз. Мысалға, play, plays. Бұдан бөлек бір-екі бұрыс етістіктер бар. Мысалы, have етістігіне біз s жалғауын жалғай алмаймыз, ол түбірімен has болып өзгереді. Мысалға, I have немесе you have, бірақ he has және she has деп қолданамыз. Және to be етістігі бірінші, екінші және үшінші жақ болып толығымен жіктеліп өзгереді. Ол I am, you are, he is, she is, we are және they are. Ал do етістігіне біз es жалғауын жалғаймыз, бірақ біз оны оқыған кезде does деп оқитын боламыз. Басқа етістіктердің барлығына сіз тек қана s жалғауын жалғайсыз. Болымсыз сөйлемдер жасау үшін ағылшын тілінде біз үнемі көмекші етістіктерді қолданамыз. Present Simple үшін бізге do not және does not етістіктер керек болады. I, you, we, they болғанда біз do not-ты қолданамыз. Немесе біз оны тағы да don't деп қысқартуымызға болады. Ал he, she, it болғанда біз does not қолданамыз. Қысқаша формасы doesn't болады. Мысалы, I don't like chocolate. Немесе you don't have a brother. She doesn't study English. He doesn't work on Saturdays. Болымсыз сөйлемде he мен she-дің қолдануына мән беріңіздер. Себебі doesn't болған жағдайда біз етістіктің соңындағы s-ті алып тастауымыз керек. Себебі ол s жаңағы does-ға көшіп кетті. Екі рет s-ті біз қолданбаймыз бұл сөйлемдерде. Doesn't work немесе doesn't study. Сұраулы сөйлемдер жасау үшін біз тағы да do және does көмекші етістіктерін қолданамыз, бірақ сұраулы сөйлемде олар сөйлемнің басына көшіп кетеді. Мысалға, do you speak English? Немесе do they have children? Ал he, she, it болғанда тағы да біз does-ды қолданамыз. Does she know French? Does he go to the cinema at weekends? Егер бізге нақтылайтын сұрақтар керек болса, онда біз сұраулы сөздерді сөйлемнің ең басына қоюымыз керек. Мысалы, what time do you get up? Бірінші what time деген сұрағымыз тұр, сосын барып do you get up? Және present simple мен біз adverbs of frequency дегенді жиі қолданамыз. Ол always, often, sometimes, seldom деген сөздер. Бұл шылаулардың сөйлемнің ішінде өзінің бір реті бар. Олар сөйлемде үнемі негізгі етістіктің алдында тұру керек. Мысалы, I usually get up at 7 o'clock. Бірінші usually, сосын get up, негізгі етістігіміз тұр. Немесе, he often reads newspapers in the evening. He often reads, бірінші шылауымыз тұр, сосын барып негізгі етістік тұр. Болымсыз сөйлем болған кезде біз бірінші көмекші етістікті қоямыз, жаңағы шылауды қоямыз, сосын барып негізгі етістікті қоямыз. Мысалы,
He doesn't usually buy magazines. Doesn't usually buy. Немесе, I don't often eat ice cream in winter. Don't often eat. Осы ретпен қолданамыз. Бірақ to be етістігімен қолданатын кезде ұшылаулар сол етістіктен кейін келу керек. Мысалы, I'm usually on holiday in June. I am usually. Бірінші етістік тұр, сосын барып usually-ді қолданып тұрмыз біз. Жақсы, енді біз бір текстпен жұмыс жасап көрейік. Бұл тексттің аты Are girls better students than boys? Тексттен бірнеше етістікті алып тастаған, және біздің тапсырмамыз сол етістіктерді мағынасы бойынша дұрыс сөйлемдерге қойып шығу, және керегінше соңына S жалғауымыз керек. Біз қазір тексттің басын ғана орындайтын боламыз, бірге қалғанын өздеріңіз орындап көресіздер. Most people think that girls are better students than boys. In England, girls score higher marks in tests in most subjects and at most ages. Girls score. Себебі girls деген ол they, сондықтан біз S қоспаймыз. At the age of 7, 88% of girls reach the expected level for their age, but only 80% of boys do. Тағы да girls reach. They болғандықтан біз соңына S қоспадық. By the age of 11, the difference is 80% to 69%, and the gap is wider at 14 years old. A similar situation exists in the USA and many other countries. Situation, ол it, сондықтан біз етістікке S қосамыз. A similar situation exists. Егер де сөйлемнің ішінде сіздер етістікке S жалғау керек па немесе керек емес па деп ойланып тұрсаңыздар, күмәнданып, онда жаңағы бастауыштың немесе зат есімнің орнына it немесе they немесе he, she қайсын қолдануға болатынын тексеріп көріңіздер. Сол арқылы сізге S керек па немесе керек емес па соны шеше аласыздар. Осы мәтінді соңына дейін аяқтаған кезде сіздер тек қана етістіктерді ғана орнына қойып шықпайсыздар, соған қатар бірнеше сұраққа жауап берулеріңіз керек болады. Себебі магистратураның тестінде сіздерде оқылым деген бөлім бар. Және сіздерді соған да толықтай дайындау үшін біз сіздерге қосымша мәтіндер және соларға қосымша тапсырмалар беріп отыратын боламыз. Соның арқасында сіздер тестке барған кезде өздеріңізді сенімдірек сезінетін боласыздар. Ал бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады. Сау болыңыздар.